Саламатсыңдар ма 7-ші сынып оқушылары? Бүгінгі өзіне ұстану пәнінің 28-ші сабағының тақырыбы адамның рухани әлемі. Балалар, жаңа тақырыпқа өтпес бұрын үй тапсырмасына назар салайық. Үйде берілген тапсырма Ахат Шәкерімұлының «Менің әкем Қалықұлы Шәкерім» әңгімесінен үзінді оқып келу болатын. Ендеше оқыған әңгімелерімді сауалдар бойынша талдасақ. Алғашқы сұрағым: ұлымның әкесі жайлы естелігінен Шәкәрімнің қандай жақсы жаңа қырларын таныдыңдар? Екінші сұрақ: ойшыл ақын Шәкәрімге қолөнердің қандай пайдасы немесе қажеті болды деп ойлайсыңдар? Соңғы сұрақ: Шәкәрімнің қарапайым кездік соғудың өзінде де сонша ыждағаттық пен ұқыптылық танытуынан нені аңғаруға болады? Осы сауалдарға жауаптарыңды аудио жазба арқылы кері байланыс ретінде жіберулеріңе болады. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі Игунеки Ахметтің «Қарапайымдылық жасыл алқап, адамгершілік онда өскен гүл сияқты» деген нақылы. Ендеше елестетіп көрейікші. Жасыл алқапты қайырымдылық деп алсақ, онда өскен гүл, яғни сол бір түсті түрлендіріп, көріп беріп тұрған не нәрсе? Осыны дәптерлеріңе жазып, кері байланыс ретінде жіберулеріңе болады. Балалар, бүгінгі сабақтағы мұғалім сыйы толған құты әңгімесі. Философия пәнінің оқытушысы бір профессор атақты данышпанмен кездесуге барады. Жол бойы ол өз сұрақтарын ойластырып барады. Олар сондай көп еді. Және ол әңгімелерін қалай қызықты етіп өткізуді ойланады. Ол кірген кезде данышпан оған: «Өтінемін, кіріңіз, бірақ тобырды есіктің сыртында қалдырыңыз». Оқытушы айналасына қарайды, бірақ ешкімді көрмейді. Ал данышпан болса сөзін жалғастырып: «Айналаңызға қарамаңыз, өзіңіздің ішкі дүниеңізге үңіліңіз. Тобыр сонда». Оқытушы абдырап қалды, бірақ ол ақылды адам еді. Өзін қолға алып: «Сіз дұрыс айтасыз, онда тобыр бар, бірақ мен профессормын ғой. Мен үнемі тобырмен жұмыс істеймін. Кешіріңіз, мен тобырды есік сыртында қалдырып кете алмаймын. Мен сізбен сөйлесіп, сізден ақиқатты білгім келіп еді. Өмірде ақиқат бар ма және оның маңызы неде?» Данышпан осы кезде былай жауап берді: «Мен біреуге ақиқат жайында айтуға уәде беріп едім. Егер ол бар болса, барлық жерде бар. Егер сіз оны өзіңіз жүрген жерден көре алмасаңыз, онда басқа жерден де көре алмайсыз». Профессор осы кезде: «Егер сіздің менімен сөйлескіңіз келмесе, мен кетейін», деп ол біраз ренжіді. Данышпан: «Асықпаңыз, сіз шаршадыңыз, сыртта күн ыстық, отырыңыз, біраз дем алыңыз, мен шай дайындайын». Данышпан тәрелкесімен шынаяқты алып келіп, қонақтың алдына қойып, жаймен шай құя бастайды. Профессор жағдайды бақылап отырды. Ыдыс шегіне дейін толады, бірақ данышпан құюын жалғастыра береді. Енді шай тәрелкеге құйыла бастайды. Профессор шыдамдылық танытуға тырысты, себебі тобырдың тыныш отыратындығына уәде берген еді. Бірақ іштегі бұл тобыр айтып жатты: «Бұл адам есінен айрылған, осындайда тәсіл бола ма екен? Мұнымен не айтқысы келді?» Бірақ данышпан тоқтамастан құя береді. Енді шай үстел үстіне құйыла бастағанда профессор шыдамай: «Өтінемін, тоқтатыңыз, сіз не істеп тұрсыз? Ыдыс толды, енді оған бір тамшы да сыймайды». Данышпан осы кезде: «Сіз дұрыс байқадыңыз. Егер ыдыс толы болса, онда оған бір тамшыны да сыйғызуға болмайды. Сіз де осы ыдыс сияқты ернеуіңізге дейін толып тұрсыз. Түсініңіз, егер мен сізді толтыруға тырыссам, оның бос әурешілік болады. Келесі жолы келгеніңізде бос құты әкелуге тырысыңыз. Сонда мен сізбен барыммен бөлісе аламын» деген екен. Ал оқушылар, әңгімені тыңдап болсаңдар, бірнеше сауалға жауап берсеңдер. Алғашқы сұрағым: профессор данышпанға не үшін барды? Екінші сұрақ:
Данышпан профессорға қандай сынақ жасады? Соңғы сұрақ: данышпан қандай байлам айтты? Мінекей, осы сауалдарға жауап жазып, аудиожазба арқылы маған жіберулеріңе болады. Ендеше балалар, біздің келесі бөлім шығармашылық жұмыс. Алдын ала түрлі түсті қаламдарың мен сурет дәптерлеріңді дайындап алуларыңды сұраймын. Дайындап болсаңдар, менің рухани әлемім тақырыбына сурет салып, сол салған суреттеріңді фотосуретке түсіріп, маған жіберулеріңізге болады. Балалар, біздің сабағымыздың соңғы бөлімі ән айту. Біз бүгін Ақылбек Шаяхметовтың сөзіне жазылған Ержан Серікбаевтың әдемі әнін бірге орындайтын боламыз. Оқушылар, бүгінгі сабақта үйге берілетін тапсырма: шәкәрімнің рухани бейнесі немесе менің рухани бейнем тақырыбына ой қорытынды жасаңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.